Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше дәмді, қарапайым ингредиенттерден тұратын, оп-оңай жасалатын морковный пирог дайындаймыз. Қажетті ингредиенттерді описанияға жазатын боламын. Алдымен жұмыртқаға қантты және ванилинді қосып, миксермен немесе блендермен 2 еселенгенше дейін араластырып аламыз. Бұл пирогтың құрамына қажетті заттар барлық үйден кездеседі, күнделікті шайға пісіріп жіберуге болады. Және де осылай үстіне сұйық майды құямыз да тағы да араластырамыз жақсылап. Одан кейін ұнның үстіне қопсытқышты қосып қойдым, електен өткізіп, шетінен қосып жақсылап араластырамыз. Ал морковьті терканың ең кішкентай көзінен өткізіп дайындап алдым. Одан кейін болып жатса ғана мейізді салуыңызға болады. Менде үйде кішкене қалғандықтан осыған қосып жібердім. Ол маңызды емес, негізі рецебінде қоспайды. Содан кейін корицаның дәмі ұнағандықтан мен корица қостым. Ол ерекше дәм береді. Корица да маңызды емес, қалауларыңызша қосуға болады. Маған ұнағандықтан қостым. Және де қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-40 минутта пісіп болады. Бұл жерде қалауларыңызша үстіне сгущенка мен қаймақты араластырып, немесе басқа да кремдерді жасап жіберіп үстіне әдемілеп безендіруге болады. Ал бұлай кремсіз ақ өте дәмді болып шығады, ортасы толықтай піседі және жұп-жұмсақ болып үлпілдеп піседі болады. Сіздер де жасап көріңіздер, осы рецептпен өте қарапайым ингредиенттерден тұрады. Мінекей қараңыздар, ортасы толықтай пісті. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, ұнайтынына сенімдімін. Және де достар, менің рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бұйырса ертең оп-оңай жасалатын өте дәмді салаттың рецебін түсіремін. Жіберіп алмаңыз.